Қайран достар, біз бүгін туған күнге үшін 20 жасар. Бүгін біз туған күнге обзор жасаймыз. Олай болса, кеттік. Туған күн. Бүгінгі обзорда біз хатада адамдар не істейтінін және туған күннің қалай өтетіні жайында айтатын боламыз. Бірақ өкінішке орай обзор толық емес, өйткені мен түнде ұйықтап қалыппын. Олай болса, кеттік. Туған күн мына жігіттікі. Ол бүгін 20-ға толып жатыр. Хатаға оның достары, класстастары, комнатастастары, факультеттестері және тағы да басқалар келді. Бәрі мәз. Дастархан негізі толып тұрған, көп нәрсе болған, бірақ үлгермедік оның басында түсіріп. Содан кейін бәрі тілек айтқан, бірақ онда түсіруді ұмытып кетіппіз. Ал тамақтан кейін бәрі биледі. Общем, мына билеп жатыр. Екінші этажында. Түсі. Алар тұр. Болды, аяқ тұрын. Артынша келесі тамаққа дейін гитара тартып отты. Ау, шығам газ. Давай. Ал келесі тамақ шашлик. Оны бірлік пісірді. Ал біз бірлікке көмектесіп жанында тұрдық. Домбыра үшін кешірім сұраймын. Даусым үшін де ренжімеңіздер. Мынау осы бірлік. Дерскі жігіт. Жаңа шашлик бастар еді ғой. Сәл түсетіні. Уже шашликті пісіп бітіп қалды. Аяқтан балмай шығып па. Гитара тартып отыр. Шыпа қызым бар. Қызым бар. Қызық қызат бірден айтшы тағы да. Кезде андай жүрем. Макбук Асымыр. Макбук Давай. Макбугын өз машинтік қатысы жоқ. Сөйтіп шашлик уже пісіп қалған кезде ішке кірсем, іште бәрі билеп жатыр екен. Ал мынау туған күн иесі, ой билеп жатыр. 20-ға толып айырып жатыр енді. Ал мына не жүрген есімде жоқ, ренжімеңіздер. Негізі мына кезде шашлик келіп жеп қойғанбыз уже. Сөйтіп жүр, сағат қараша сағат 2-ден кетіп қалған. Бірақ бәрі ойнап жүр. Бір түрлі ойын ойнадық. Менің досым дейма бірдеңке. Общем, біреу менің досым шашлик жеді деп айтып қалады, типа. Сол кезде шашлик жегендер орнын ауыстырады, жүгіреді. Сөйтіп бір-біріне соғылады бірдеңке. Анау менің оператор, досым, дос, подружка. Ары қарай ойнаған бір 2 сағаттай ма, мен бірақ ұйықтап қалыппын. Сөйтіп ұйықтамаған кейбіреулер. Азанда тұрып сауыққа бардық, онда тарадық. Онда тарағанда мен 8-ге кетіп қалдым. Достар, осымен бітті. Рахмет, жазылыңыздар. Ұнамаса да лайк басыңыздар. Рахмет.